момышұлы атамыздың балалық шағы, отбасы, әкесі, әжесі туралы айтылған. Әкесінің аты Момыш болған, бабасы Имаш бабасы, қыз тумас әжесі болған. Саламатсыздар, Ұшқан ия кітабын оқыдыңыздар ма? Бас жағын ғана оқыдым, мен соңына дейін аяқтап оқыған жоқпын. Айтып беріңізші, қысқаша баяндап. Не туралы жазылған ол кітап? Қазір бірден сұрағаныңызға сәл ыңғайсызданып. Бауыржан Момышұлы туралы, Бауыржан Момышұлы туралы жазылған, яғни өмірі, автобиография. Бауыржан Момышұлының Момыш деген әкесі болады. Атасының аты Имаш болады. Бауыржан отбасында 5-ші бала, 4 қыздан кейін туылған бала. Оның әжесінің аты қыз тумас. Ол Момышқа әппақ әдемі келін таңдайды, яғни немерелерін әппақ болғанын қалайды. Не себеп аппақ болғанын қалайды? Яғни оның Момыштың өзі қара болады, балалары қап-қара болғандықтан өзінің немерелерінің аппақ болғанын қалайды. Өзі ақ болады, өзі ақ туба, әдемі болған келіншек болады. Өзім секілді ақты әдемі ақ туба осы қыз таңдау туралы қандай қызық болып жатасыздар? Әкесінің басына қыз таңдау туралы, яғни айтыс болып жатады. Айтыс болып жатқан кезде сол жаңағы қыз тумасының әжесі тыңдап естіп қалып барып қараса, сол Момыш өзінің баласы болған болады. Сол кезде кішкене ұрсады. Енді бізге осы Ұшқан ия кітабы біздерге, мұғалімдерге, ұстаздарға, ата-аналарға, оқушыларға қандай өнеге береді? Не ала аламыз? Қазіргі кезде, қазіргі күнде не көре аламыз оның үшін? Тәрбиеміз қазіргі жастар егер оны оқыса, яғни тәрбиесі жақсы болады. Тәлім тәрбиені үйренеміз. Отбасылық тәрбие қандай болу керек? Отбасылық қандай болу керек? Болашақ жастарды тәрбиелеп отырды. Болашақ ертең бір ағасы болады, біреуі анасы болады. Сол отбасыда өзін қалай ұстану керек? Ер адам қалай ұстау керек? Қалай ұстау керек? Осындай Тәрбие туралы. Ұлттық біздің құндылықтарымызды дәріптеп отыр. Ба? Рахмет. Саламатсыз ба? Ұшқан ия туралы. Ұшқан ия кітабын оқыдыңыз ба? Оқыдым. Содан алған пікіріңізбен кішкене бөліссеңіз мына жерде. Шетірек тұрайық, оқушыларға келеді жасамай. Айта беріңіз. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ия кітабын оқып шықтым. Бұда жаңағы біздің қазақи салт дәстүрді, жаңа дәріптейді, сәлемдесу, жаңағы қыздардың қалмалы жайында айтылады. Жет атасын білмеген жетесіз демекші. Соны әр қазақ өзінің жет атасын білу керек. Міне біздің қазақи салт дәстүрімізді дәріптейтін жақсы оқу. Бауыржан Момышұлының әкесінің аты кім? Бауыржан Момышұлының әкесі Момыш, оның әкесі Имаш. Әрі қарай сөйтіп Бауыржан Момышұлы өзінің жет атасын. Не себепті Бауыржан деп еді атын? Неге? Өзі сол жерде әдемі, не себепті Бауыржан деп қойған туралы әдемі оқиға бар кітапта. Өзіңіз айтып беріңізші. Түс көреді. Құттықтап атып. Құттықтап атқан кезінде үстінде бір ақ иілген ақсақал түсініксіз бауыр сеуір деген сөздерді айтады. Бұл сондай менің артта оянған адам жорып
әкесі. Оның 4 күн болады екен, солардың атын Бауыр, Тәуір, Сәуір деп қойған екен. Бауыржан, Теуіржан, Сәуіржан болады деп, артынан кейін ұлды болған, сөйтіп Бауыржан. Түсіндей көрдім баласының аты. Бәрекелді, сізге рахмет. Тегін алар емес екен Бауыржан атыңыз, иә? Бауыржан Момышұлының әпкелерінің атын білесіз бе? Төрт әпкесі бар. Өйткені бір жылда тұрмысқа шыққан екен, бір жылдан кейін қайтып кетті. Екіншіде тұрмысқа жаңағы Аюбайға тұрмысқа шықты. Үшінші әпкесі жаңағы сәл нелеу, үнемі Бауыржанға жаңағы сәл сотқарлығымен көрінді. Сол әпкесі туралы, екінші Аюбайдың келіншегі туралы осы шыққан ұядан кейін әдемі әңгімелері бар. Сол әпкесінің өмірбаяны туралы, сол әпкесінің қалай баласының орыс тілінің сабағын беретін баласының мұғалімнің орнына айды қалғаны туралы сізге мен кеңес беремін. Бауыржан Момышұлының қолынан шыққан осы әңгімесі өзінің әпкесі туралы. Бұл жерде үлкенді қалай сыйлау керек, өзінің әпкесін, туған әпкесін өте қатты сыйлаған. Бұл әпкесінің 10 баласы болған, 10 баласын қалай үйлендірген. Тура анау өзбек фильм кино бар, білесіз бе? Келіндер соғысы деген. Оны сол өзбектер осы нені ұрлабаған секілді осы шығарған. Сол жерде баласы Ресей жерінен, Новосибирск жерінен осы келін әкеліп үйіне, онысы кепілгесі ұнамай, сол жердегі болған кейбір қақтығыстар. Бірақ енді бәрін айтып кетсеңіз қызыққа қармасын. Сізге кеңес беріп жаңағы жалғастырып. Рахмет.